Құранның ішінде жын дейтін сүре бар да. Именно сол сүреге келгенде ұстаздар да жаңағыдай ол сүренің тек поверхностына өтіп кете беретінбіз дейді да жаңағыдай. Басқа Құран несін бәрін тәпсірлеп келеді де жаңағыдай, түсіндіріп аяттарын келеді де, именно жындар дейтін сүреге келгенде жаңағыдай ол сүреге қатты тоқталмайтынбыз дейді. Біз соны түсінбейтінбіз дейді да, не екенін, типа былай келеді де, именно сол сүреге келгенде тез айтып кетіп қалады дейді да, ары қарай басқа сүреге өтіп кетеді дейді. Сол кезде жаңағы түсінбейтінбіз дейді, жаңағыдай ұстаздар көп бізге ол туралы нетпейді дейді, айтпайды дейді. Сосын бір күні біздер бір 5-6 бала болып жиналып кешке қарай осындай түннің ішінде 2-3-терде жаңағыдай бір комнатқа жиналып сол жын сүресін оқыдық дейді өзіміз. Құранды ашып, жаңағы не болады екен, осы неге деп жаңағыдай бар ғой. Одан бұрын сондай бір заттар еститінбіз дейді, жаңағы жындарға қатысы бар, жаңағыдай оқығанда жындар келуі мүмкін дейтін сияқты бір заттарды еститінбіз дейді. Сөйтіп жаңағыдай комнатта отырып соны оқыдық дейді бәріміз. И басында 1-2 рет оқимыз, ештеңе болмайды дейді. И айналдырып оқи береміз дейді жаңағыдай сүрені. Как будто эффекті болар деп оқи береміз дейді. Бір кезде бір 5-6 рет оқып тастағаннан кейін уже дейтін жаңағыдай бір бала ортамыздан жаңағыдай қуып бастады дейді өзі.